мәселелерді мынау саясатпен жаңа тұрсың, саясат мәселесінде бәрі араласасың. Неге? Саясат дегенде көп адам ойлайды. Саясат деген бүлік, ол дегеніміз төңкеріс, қан төгіс деп ойлайды, түрме, улалау деп ойлайды. Жоқ. Бұл саясат деген қайдан шыққан? Кезінде Аристотель айтқан, адамдар мемлекетке неге бірігеді деген. Неге бірігеді дегенде өздерінің өмірлерін ұйымдастырып беру үшін мемлекетке бірігеді деген. Соны саясат деп атайды дейді. Аристотель айтады, адамдар мемлекетке неге бірігеді дейді. Өздерінің заңдық, адамзаттық, адами құқықтарын сақтау үшін, өзінің өмірін ұйымдастыру үшін бірігеді дейді. Яғни саясат деген нәрсе бізге жат нәрсе емес. Ол біздің өмір сүруіміздің формасы. Сонда Аристотель айтқан, зоополитико деп атаған. Зоополитико деген зоо деген жануар ғой. Адам деген саяси жануар деген. Халық білсе саясат дейді. Өйткені біз әбден саясаттан қорқып қалғанбыз. Ойбай саясатты айтпа. А неге? Саясат деген сенің өмір сүруіңнің формасы. Біз өзіміз неге мемлекетке бірігіп отырмыз? Біздің құқығымызды қорға, адами құқығымызды қорға, азаматтық құқығымызды қорға, ұждандық құқығымызды қорға. Сол үшін біз налог төлеп отырмыз үкіметке. Алым-салық төлеп отырмыз, дұрыс па? Сондықтан біз өзіміздің хақымызды талап етуге хақымыз бар. Саясат деген сол. Саясат деген тек қана төңкеріс, қан төгіс, түрме, айдау, улалау, яғни негатив емес ол. Саясат деген ол позитив. Өте дұрыс айтасыз. Енді бір тағы айтатын нәрсе, осы жақсы жиналып отырмыз, жігіттер келіп жатыр. Енді осы ізгі тілекті аяқ асты қылмау үшін бұны пісіріп алу керек. Пісіру дейді ғой яғни. Яғни болашақта билердің курсын ашу керек. Билер оқыту керек. Анахарсистен бастап, анахарсис біздің алғашқы биіміз. Сақ дәуіріндегі анахарсис. Анахарсис дейді ғой. Содан бастап кешегі мынау біздің бабаларымыз бар ғой бер жағындағы, иә? Төле би, Қаздауысты Қазыбек би, сосын Әйтеке би, одан бері қарай мысалы, иә, Балпық би, Бөлтік шешен, бір-бір мектеп қой. А Бөлтік шешен қалай болды? Бөлтік шешен болды. Оның алдында билер болды, оның соңынан жүріп қызмет етті, қолына су құйды, мәсісін тазалады, атын жетектеді, батасын алып, сосын Бөлтік болды. А біз қазір білемізді, сен би боласың. Сен би боласың. Қалай би боласың? Яғни, билік деген ол дәстүр. Ол дәстүрлі мәдениет, оны егеру керек. Оны бүге шүресін бойына сіңіру керек, жүрсіз? Сосын ғана барып, сол өзінің сіңірген дәстүріңді, біліміңді көрсеткен кезде, сынақтан өткен кезде ғана сені халық мойындайды биді. Ол тағайындайтын чиновник емес ол би деген. Сосын Абай атамыздың кезінде билік жүйесі девальвацияға ұшырады. Девальвация деген құнсызданды. Неге? Өйткені патша үкіметі билерді сатып ала бастады. Материализм. Арамызда билер пайда болды. Болат Бабатай айтады ғой, халықты қанап, халықты жаңағы зарлататын билер, парақор билер пайда болды дейді. Болат Бабатай айтады. Сол кезде Абай айтады, би болған, болыс болған өнер емес дейді. Яғни бұл отаршылдық кезінде айтылған лепес. Енді қазір тәуелсіздік жағында енді би болу өнер. Абай сөйлеп айтты екен деп біз одан айнай алмаймыз. Өнер ма? Өнер. Өнер деңгейіне көтеру керек бұны. Сосын жаңағы бағана мен Конфуцийдің сөзін айттым ғой. Заңмен басқаруға болады. Заңмен, иә, басқаруға болады. Жазамен жасқауға болады. Халық бағынады, бірақ ұятын жоғалтады. Ұятын жоғалтады. Біздің халық қазір ұятын жоғалтты. Неге? Өйткені халыққа заңмен басқарып, жазамен жасқап отыр. Ал халықты дейді, дәстүрмен басқарып дейді, ғұрыппен дейді, билеуге болады дейді. Халық елбіреп тұрады, ұятын жоғалтпайды. Мен сондықтан осы би болу деген нәрсе қазақ айтады, әркім би боламайды дейді. Әркім би боламайды. Қазақ айтады, би болмасаң да би түсетін үй бол дейді. Ең құрмаса біз қазір әрбір қазақты
би түсетін үй қылып тәрбиелеуіміз керек. Дұрыс. Қазақ мысалы қазіргі кезде қазақтың көкірегіне түскен жегі құрып не билік. Бәрі би болғысы келеді, бәрі хан болғысы келеді. Бұл ауру ғой, бұл вирус. Сонда қазақ айтқан, барма ханға дейді. Ханға барма. Қазір әрбір қазақ мысалы ханның алдына барғысы келеді. Көбісі бәрі демейді. Иә, сонда қазақ айтады, барма ханға дейді. Хан келеді малға дейді. Яғни сен кәсіппен айналыссаң, хан өз алдына келеді. Бәке, мынау саммит өтейін деп жатыр. Көмектеспейсіз ба? $1 миллиард бермейсіз ба? Дейсіз. Сонда қазіргі кезде қазақтың баласын осы әрбір ауылдың биі қалай тәрбиелеу керек? Кәсіпке тәрбиелеу керек. Ой, бәле. Өнерге тәрбиелеу керек. Қол өнерге тәрбиелеу керек. Қазақ айтады, барма ханға, хан келеді малға. Барма биге, би түседі үйге дейді. Сондықтан бағана мен жігіттерге айттым, біздің бас проблемамыз не? Неге біз тыпырлап жатырмыз? Өйткені 1822 жылы сіздер білесіздер, атақты ұстап шықты. Дала қырғыздар туралы ұстап шықты, Спиранский атақты. Соңында хандық билік жойылды 1822 жылы. Хандық билік жойылғаннан кейін хандық билікпен бірге қазақтың билер институты жоққа шықты. Жыраулар институты жойылды. 1822 жылы. Естеріңізде болсын. Сонда қазіргі кезде қазақтар би деп айтады, біз ел болмағанбыз, біз деген жалқаумыз, біз деген андаймыз, мындаймыз, өтірік сөз бәрі. Ал Абай айтады, бұрынғы дейді, Абай, Құдай тағала Абайды бізге неге жіберген? Ақ пен қараны ажырату үшін. Абай деген сөз ес жады деген мағынаны береді екен. Ес жады. Кезінде ес жады. Абай болды. Иә, кім айтқан ғой? Мынау етнограф ғалым бар ғой, кім жерленген, кімнің қасында? Астабақтың қасында жерленген. Өзбек Жәнібек. Сол кісі айтады, біздің ауылда мұндай сөз бар дейді. Бұл сөз халықтың Абайында жоқ деген сөз бар. Яғни Абай деген сөз ес жады екен ғой. Абай, есі бар адам абайлап жүреді. Есі жоқ адам абайсыз болып, отқа суға түсіп кетеді. Сонда Құдай тағала Абайды бізге есіңді жинап жіберген ғой. Абай бол деп сөз бе? Яғни есіңді жи. Ес жиылған халықтың ғана етегі жабылады. Біздің қазір етегіміз ашық тұр. Сонда Абай айтады, біздің бабаларымыздың бәлкім бізден мәдениет төмен шығады еді. Бірақ бізден артық екі қасиеті бар еді. Бірінші қасиеті, бір адамға бағынатын. Екі тізгін бір шылбырды беріп, бір адамға бағынатын, екі ортада жүгірмейтін. Жақсылығы болса асырып, жамандығы болса жақсырып, тек қана соған бағынатын. Анау адам дейді, барлығы өз малы, бәрі өз халқы болғаннан кейін, аса ақымақ болмаса, бүкіл ғұмырын сол халыққа арнайтын дейді. Бұл хандарды айтып отыр. Ханды сайланған кезде хан талапай деген дәстүр болған. Ханның бүкіл малын талап. Ханда мал болмау керек. Сонда хан халықтың қамына не деген ғой? Хан талапай қылады. Сонда айтып отыр ғой, барлығы өз малы, барлығы өз халқы болғаннан кейін, аса ақымақ болмаса сол халықтың қамына не дейді. Біз соны жоғалттық дейді. Екінші дейді, нені жоғалттық дейді. Екінші, ағайын арасында араздық өкпе-реніш болса да дейді, ат аталып аруақ шақырғанда бүкіл қазақ бір тудың астынан табылып жүреді дейді. Біз соны жоғалттық дейді. Бұл біздің елдіктен кетіп бара жатқанымыздың екі белгісі дейді. Сонда қазіргі кезде бізге не істеу керек дегенде біз қазір отарсыздануымыз керек. Отарсыздануымыз керек. Біз қорықпай айтуымыз керек. Мемлекетке, билікке бұл былайша айтқан кезде біреудің қорасына түсу емес. Бұл бір қиянат емес, бұл біздің хақымыз. Неге? Біз өйткені отар болған дейміз. Бізге мындай сөз айтты. Қазақ халқының тарихта ұялатын еш нәрсесі жоқ дейді. Ағайындар-ау, біз 170 жыл, 150 жыл орыстың отары болдық, құлы болдық. Бұл ұялатын нәрсе емес пе? Бұл ұяты, бұл масқара. Біз құл болдық қой. Енді құл болғаннан кейін не істеу керек? Құлсыздануымыз керек. Айту керек, ұялмау керек. Ауруын жасырған өледі дейді. Мынау біздің болып жатқан былшылықтың барлығының атасы ол отарлық. Оны кезінде Бұхар жау айтқан. Күн батыста бір дұшпан, ақырда шығар сол тұстан. Күн шығысқа қарайды, шашын алмай тарайды. Жүзі сары көзі бастығының аты болып. Жаяулап келе жұртыңа, балдырмай жағар ұртыңа, ел қамын айтқан жақсын сөйлетпей ұрар ұртыңа, бауыздамай шерғаныңды өлтірмей алар жаныңды деген.
Сол кезде 18-ші ғасырда айтып отыр, отаршылдықты. Біз әлі отарсызданған жоқпыз. Бұл осының бәрі, мынау қазіргі кезде егер мемлекет бұны биік жоғарыдан істемесе, отарсыздануды. Халық төменнен істейді. Өйткені, олай болмаса, халықтың ғұмыры жоқ. Халық өзін сезет халық құрдымға кетіп бара жатқан. Отарсыздануымыз керек. Ол үшін біз қазіргі кезде талап қоюымыз керек. Мемлекет қоғамдық түрде жаппай өзінің отаршылдығын мойындау керек. Бір, екіншіден, отарсызданудың кешенді бағдарламасын жасау керек. Үшіншіден, оған қаржы бөліп, этап-этаппен, яғни саты-сатымен қалай бізді ақырын отарлады, тура солай біз ақырын сатымен отарсыздануымыз керек. Индия солай еткен, Алжир солай еткен, бүкіл Африка елдері 20-шы ғасырда барлығы отарсызданды. Біз жараны, жауырды, жаба тоқып, бәрі жақсы, бізде бәрі окей, бәрі керемет деп, біз отарсызданбай отырмыз ғой, содан құрып бара жатырмыз. Басқа проблема жоқ бізде. Негізі тайм-менеджмент деген ұғым бар. Тайм менеджментті айтады сонда. Адам уақытын қалай тиімді пайдаланады дегенде, басты нәрсемен, маңызды нәрсемен, маңызды емес нәрсені айыра білу керек дейді. Сонда ең басты нәрсе, ол біздің жаңағы құлдық, жаңағы мөр маңдайымызға бастаған, ол отаршылдық. Ол ауру батпандап берген, мысқалдап шығады дейді. Сонда мына билер иісті, мына жігіттердің тыпырлап жатқаны, мына алаш арландардың тұнып жатқан, бұл барлығы халықтың өнсем, ана құл халықтың азат болсам деген интуитивті түрде жасап жатқан харекеттері. Енді соны бірізге салып заңдастыру керек. Сонда ғана біздің ісіміз алға басады. Рахмет.